Сіздермен құрметті достар, сіздердің назарларыңызға табыс пен мүлік туралы декларацияны толтыру тәртібін ұсынғым келеді. 270.00 нысаны. Сонымен бастаймыз. Толтыруды бастамас бұрын сізге е-салық мобильді қосымшасына кіру қажет болады. Әрі қарай жоғарғы сол жақ бұрышта мәзірге түймесін басыңыз. Әрі қарай декларацияны тапсыруды таңдаңыз. Біздің алдымызда декларацияны тапсыру тарихы ашылатын болады. Онда біз өзіміз ұсынылған декларацияны тауып, ол бойынша декларацияны қабылдау туралы хабарламаны жүктей аламыз. Біз декларацияны таңдауға көшеміз. Осы мобильді қосымшасын қолдана отырып, декларация тапсыру түймесін басыңыз. Кірістер мен мүлік туралы декларация толтыруды бастау үшін 270.00 нысанын таңдаймыз. Мұнда жыл, яғни 2021 жыл автоматты түрде көрсетілген. Өйткені біз 2021 жылға кірістер туралы есеп беретін болғандықтан, ештеңені өзгертудің қажеті жоқ. Бұдан ары декларация түріне көшеміз. Егер де сіз декларацияны бірінші тапсырсаңыз, онда бастапқы декларация түрін таңдаймыз. Егер бастапқы декларация ұсынылғаннан кейін келесі салық кезеңдер үшін декларация болса, онда кезекті декларация түрін таңдаймыз. Егер бұрын ұсынылған декларацияға өзгерістер немесе толықтырулар енгізілсе, қосымша декларациясын таңдаймыз. Егер салық органы анықтаған бұзушылықтар туралы хабарлама негізінде бұрын ұсынылған декларацияға өзгерістер немесе толықтырулар енгізілсе, хабарлама бойынша қосымша декларациясы тапсырылады. Мен декларацияны бірінші рет ұсынамын, сондықтан бастапқы декларация түрін таңдадым. Осыдан кейін біз төмен түсеміз. Мұнда декларацияны кімге тапсыратынымызды таңдау керек. Егер біз өз атымыздан толтыратын болсақ, онда ештеңені өзгертудің қажеті жоқ. Әдепкі бойынша өзіңіз үшін деп белгіленеді. Егер сіз декларацияны қабілетсіз тұлға үшін ұсынатын болсаңыз, онда тиісті белгіні таңдап, осындай тұлғаның ЖСН нөмірін көрсетуіміз қажет. Төменде бізде ЖСН бар. Ол да автоматты түрде шығады. Келесі қадам, біз декларация берілетін мемлекеттік органның кодын таңдайтын боламыз. Егер декларацияны ұсынған адам жеке тұлға немесе жеке практикамен айналысатын тұлға болса, онда оның тіркелген жері бойынша коды ұсынылады. Мемлекеттік органы, мысалы, бұл мемлекеттік қызметшінің жұбайы болуы мүмкін. Егер декларацияны жеке тұлға немесе жеке практикамен айналысатын тұлға ретінде тіркелмеген жеке тұлға табыс ететін болса, онда ол тұрғылықты жері бойынша, яғни тұрақты тіркелген жері бойынша тапсырамыз. Мысалы, мен Есіл ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасына тіркелгенмін. Ол үшін Нұр Сұлтан қаласы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті, Есіл ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы бөлімін таңдаймыз. Келесі жол телефон номері. Ол автоматты түрде көрсетіледі. Төменде электрондық пошта мекенжайы берілген. Жазып толтырамыз. Келесі бөлімге өту үшін біз декларацияны ұсынатын ақпараттың дұрыстығына жауап беру құсбелгісі қоюымыз қажет. Жалғастыру түймесін басыңыз. Келесі қадамда біз есепті жыл ішінде алынған кірістерді декларациялау үшін толтыруымыз керек бөлімдер бар. Біздің жағдайда бұл 2021 жыл болып табылады. Және 2021 жылғы 31 желтоқсандағы мүлік жағдайы бойынша есеп береміз. Осы бөлімдерді толтыруды бастамастан бұрын алынған кірістердің, шегерімдердің, түзетулердің сомасын алдын ала есептеп, жеке табыс салығын есептеуді, сондай-ақ сіз декларациялайтын активтер бойынша құжаттарды дайындауды ұсынамын. Егер сіз жылжымайтын мүлікті, көлік құралдарын, заңды тұлғаның қатысу үлесін, бағалы қағаздарды, инвестициялық алтынды, туынды қаржы құралдарын, жылжымайтын мүлік құрылысына қатысу үлестерін сатып алған болсаңыз, немесе иеліктен шығарсаңыз, ондай мәмілелер бойынша меншік құқығын пайда болу немесе тоқтатылу үшін негіз болып табылатын құжаттарды дайындағаныңыз жөн. Төлем көзіндеріндегі салық салуға жататын кірістер туралы бөлім. Толтыруға көшу үшін кірістер туралы мәліметтер жолын таңдаңыз. Бұл бөлімде есепті салық кезең ішінде алынған барлық кірістерді көрсету қажет. Бірінші жол бөлім төлем көздерінен салық салынатын кіріс. Бұл салық агентінен алынған кірістер. Салық агенті төлем көздерінен ұсталатын салықтарды есептеу, ұстау немесе аудару міндеті жүктелген жеке кәсіпкер немесе заңды тұлға болып табылады. Мысалы, салық агенті болып табылатын жұмыс берушілерге есептелген жалақы жатады. Яғни, егер сіз қандай да бір компанияның немесе мемлекеттік мекеменің еңбек қызметін жүзеге асырсаңыз және жұмыс беруші ай сайын жалақы есептесе, онда оны көрсету қажет. Сондай-ақ мұнда зейнетақы төлемдері, дивидендтер, сыйақылар, ұтыстар, стипендиялар және тағы да басқа түрдегі кірістерді жатқызу қажет. Яғни салық агенті төлеген барлық кірістер. Мысалы, 2021 жылы сіз 8 ай жұмыс істедіңіз делік. Бір айдағы жалақы 300 мың теңгені құрады. Барлығы 8 айда 2.400.000 теңге. Сонымен қатар сіз өзіңіздің зейнетақы жинақтарыңызды пайдаландыңыз. Айталық 750.000 теңгені көзіңізге
операция жасау үшін қолдандыңыз. Онда бұл зейнетақы төлемдері түріндегі табыс төлем көздерінен салық салуға жататын табысқа жататындықтан, біз осы соманы төлем көздерінен салық салуға жататын табысқа да қосамыз. Мұнда біз 3.150.000 теңгені аламыз. Әрі қарай жеке тұлға дербес салық салуға жататын кіріс бөліміне өтіңіз. Сіз бір жыл ішінде салық агентінен алимент түрінде 480.000 теңге алдық делік. Пәтерді жалдаудан түсетін табыс 1.200.000 теңгені құрады. Құн өсімінен түсетін табыс 950.000 теңге делік. Қазақстан Республикасының шегінен тыс көздерден кіріс 260.000 теңге құрайды. Сонымен қатар алимент салық агентінен төленуі мүмкін екенін ескерген жөн. Мысалға, жұмыс беруші алимент төлеушіден жалақыдан ақша ұстап, оны алимент алушының шотына аударады. Ал екінші жағдайда алимент төлеуші алушыға ақшаны тікелей береді, яғни табыс салық агентінен емес. Бұл жағдайда біз жеке тұлға дербес салық салуға жататын табыс жолында осы соманы көрсетеміз. Осылайша дербес салық салуға жататын сома 2.890.000 теңгені құрады. Содан кейін мүліктік кіріс жолы. Мұнда біз пәтерді тапсырудан және мүлік құнының өсуінен алынған сомаларды біз сөзбен айтқанда мүліктік кірісті көрсетуіміз қажет. 1.200.000-ді 950.000 теңгені қосып 2.150.000 теңге алынады. Келесі жолы жеке практикамен айналысатын адамның табысы көрсетілетін болады. Осы жолға табыс сомасы жеке тұлға, сот орындаушысы, адвокат, кәсіби медиатор толтыру үшін алатын соңғы бөлімнен көшіріледі. Ол өз кезегінде 240 нысаны бойынша декларация көрсетілген табыс сомасына ұқсас болуы тиіс. Бұл жол мәлімет үшін толтырылады. Қазақстан Республикасы шегінен тыс шек көздерден түсетін кірістер сомасына 260.000 теңге мөлшерінде алған жеке кәсіпкердің табысы декларация жеке кәсіпкерлерге өз қызметінен ұсынылса толтырылады. Табыстың жылдық сомасы оларға қолданылған салық режиміне сәйкес табыс етілген салық есептілігі нысандарынан көшіріледі. Және салық кодексінің 341 бабына сәйкес табысты түзетудің жалпы сомасы бөліміне көшетін боламыз. Осы бапта кірістер түрлерінен алып тасталатын кірістер көзделген. Алимент түріндегі табыс салық кодексінің 341 бабына сәйкес келеді. Салық салуға жататын кірістерден алынып тасталады. Сондықтан сомасы 480.000 теңге. Біз осы бөлімге ауыстыруымыз қажет. Осылайша салық салынатын табысты азайтамыз және осы сомадан салық ұсталмайды. Келесі бөлім салық агенті қолданбаған салық шегемдерін бөлімі болып табылады. Яғни салық кодексінің 342 бабына сәйкес салық шегерімдерін салық агенті және жеке тұлға дербес салық салуға жататын табыстар бойынша қолданады. Мысал келтірейік, жеке тұлға жеке табыс салығына салық сомасын есептеу кезінде стандартты салық шегерімдерін қолдануға құқылы. Жеке табыс салығын есептеуге көшеміз. Осылайша салық салуға жататын табыстар бойынша есептелмеген жеке табыс сомасы жеке тұлғаның дербес салық салуға жататын табыстарының жеке табыс салығын құрайды. Бұл ретте кәсіпкерлік қызметтен түскен табыс көрсетілмейді. Мұнда біз салық салынатын кірістен, яғни жеке тұлға дербес салық салуға жататын кірістен жеке табыс салығы есептелген соманы жазып аламыз. Осылайша біз салық базасын анықтаймыз. 2.890.000 теңгеден табысты түзетуді алып тастаймыз. Бұл 480.000 теңге мөлшеріндегі алименттер және 170.000 теңге мөлшеріндегі салық шегерімдері болып табылады. Осылайша салық салынатын табыс сомасын 2.240.000 теңге сомасында аламыз. Жеке табыс салығы сомасы 244.000 теңгеге тең. Бұдан әрі ЖТС есептеу жолдарын толтыру қажет. Жеке практикамен айналысатын адамның кірісінен ЖТС сомасы жолы бөліміне көшеміз. ЖТС сомасы осы беттің төменгі жағында орналасқан жекеше нотариуспен, сот орындаушысымен, адвокатпен, кәсіби медиатормен толтыру үшін бөлімнен автоматты түрде толтырылады. БШК жиынтық пайдасынан есептелген жеке табыс сомасы жолы БШК-дан алынған кіріс негізінде толтырылады. Жол сомасы Қазақстан Республикасы шегінен тыс көздерден алынған табыстардан жеке табыс салығы 26.000 теңгені көрсетеміз. Бұрын айтып өткенде Қазақстан Республикасы аумағынан тыс көздерден түсетін табыс сомасы 260.000 теңгені құрады делік. Бұдан әрі Қазақстан Республикасы шегінен тыс көздерден алынатын кірістерден шетелдік салықты есепке алу бөлімі келеді.
Егер біз төлеген шетелдік салық Қазақстан Республикасы шегінен тыс көздерден табыс алынған елде болған жағдайда бөлім толтырылады. Салық кодексінің 359 бабының 1 тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының тыс жерлерде төленген сомасы Қазақстан Республикасының тыс жерлердегі көздерден алынған кірістерден алынатын табысқа салынатын салықтар Қазақстан Республикасындағы жеке табыс салығы мөлшерлемесі шегінде Қазақстан Республикасындағы ЖТС төлеу есебіне есепке жатқызылуға жатады. Осылайша, егер шет мемлекеттерде ЖТС мөлшерлемесі 10%-дан көп болса, тиісінше біз онда салықты Қазақстанға қарағанда көбірек төледік. Бірақ біз тек Қазақстандағы ЖТС 10%-на тең соманы ғана есепке ала аламыз. Яғни біз мұнда 26 000 теңге көлемінде соманы ғана ауыстыра аламыз. Бұл табыстың 10% болып табылады. Қосарланған салық салуды болдырмау мақсатында ол біздің елімізде есепке алынады. Сонымен біз бюджетке төлеуіміз қажет ЖТС сомасын аламыз. Бұл 198 000 теңгені құрайды. Әрі қарай біз мүлікті сатып алу туралы және мүлікті сатып алу шығындарын өтеу көздері туралы ақпаратты толтырамыз. Қосу түймесін басамыз, мүлікті көрсетіңіз. Мысалы, жылжымайтын мүлік деп аталық. Келесі жол сәйкестендіру нөмірі жолында кадастрлық нөмірді көрсетеміз. Егер бұл көлік құралы болса, онда көлік құралының ВИН кодын, егер бағалы қағаздар болса, ИСИН кодтарын көрсететін боламыз. Сатып алу және сату шартында негізінде мүлік сатып алынған соманы көрсетеміз. Мүлікті сатып алуға арналған шығыстарды жабу көздері туралы мәліметтерде шығыстарды жабу көзін көрсету қажет. Мысалы, бұл ипотекалық қарызға алынған болса, онда ипотекалық қарызды мысалға біз отбасы банктан алатын болсақ, онда отбасы банкінің БСН көзін, яғни ЖСН нөмірін толтыратын боламыз. Біз отбасы банкінің БСН-ін және ипотека алған соманы көрсетеміз. Мысалға, ипотека 12 831 000 теңгені құрайды. Мұнда төменде мүлікті сатып алу туралы жалпы сомасы және мүлікті сатып алуға арналған шығыстарды жабу көздері туралы сома көрсетіледі. Бұл сома бір-біріне тең болу қажет. Келесі бөлім мүлікті иеліктен шығару туралы ақпарат бөлімі. Алдын ала болжанатын бөлімге ұқсас, біз мүліктің түрін, сәйкестендіру нөмірін, яғни кадастрлық нөмірін, осы мүлік тіркелген елдің кодын және сатып алушының аты жөнін, ЖСН нөмірін көрсететін боламыз. Және осы мүлікті сатқан соманы көрсетеміз. Егер біз жылына бірнеше жылжымайтын мүлікті сатқан болсақ, онда ақпаратты толтыруға көшу үшін қосу түймесін басу арқылы басқа да өзіміздің мүлкіміз туралы мәліметтерді толтыруға көшеміз. Келесі бөлім Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлердегі шетелдік банктердегі банктік шоттарда жиынтығында республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және есепті салықтық кезеңнің 31 желтоқсанына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 1000 еселенген мөлшерінен асатын сомадағы ақша туралы мәліметтер. Бұл бөлімде біз 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасынан тыс жерлердегі шетелдік банктердегі банктік шоттардағы ақша туралы ақпаратты көрсетеміз. Егер барлық банк салымдары бойынша олардың жиынтық сомасы 1000 айлық көрсеткіштен асқан жағдайда ақшаны көрсету керек екенін назар аударамыз. Яғни 2021 жылға 1000 айлық есепті көрсеткіш ол 2 917 000 теңгені құрайды. Біз банктың сәйкестендіру нөмірін, содан кейін банк орналасқан елдің кодын, ақша сақталатын валюта кодын және ақша сомасын көрсетеміз. Келесі бөлім дебиторлық кредиторлық берешектің, оның ішінде есепті салықтық кезеңнің 31 желтоқсанына Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерде болуы туралы мәліметтер. Алдымен сіз қарыздың түрін көрсетуіңіз керек. Мұнда К, яғни кредиторлық берешекті білдіреді. Бұл сіз қарыз болған жағдайда, ал Д бұл сізге қарыз болған жағдайда, яғни дебиторлық берешекті көрсетеді. Содан кейін дебиторлық немесе кредиторлық берешекті алған мекеменің ЖСН-ін немесе тұлғаның БСН немесе ЖСН нөмірін көрсетеміз. Дебиторды кредиторды тіркеу елінің кодын, валюта кодын, берешек сомасын, мысалға 5 миллион теңгені, соңында нотариаттық іс-әрекеттерді жүргізген нотариустың ЖСН-ін көрсетеміз. Салық кодексінің 634 бабына сәйкес нотариат куәландырған жағдайда берешек декларацияда көрсетілуге жататындықтан, осы жолда
біз осындай куәландыру жүргізген нотариустың ЖСН нөмірін көрсетуіміз қажет. Келесі бөлім бұл есепті салық кодексінің 31 желтоқсанына Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерде болуы туралы мәліметтер. Мұнда мүліктің түрін, сәйкестендіру нөмірін, елдің кодын және тіркеу мекенжайын көрсету керек. Соңғы бөлімді жеке тәжірибедегі жеке тұлғалар толтыруға арналған. Мұндай тұлғалар жеке табыс салығын әр ай сайын төлегендіктен, мұнда табыс пен ЖТС сомасын әр айға бөлек көрсету қажет. Мысалға, қаңтар айына 100 мың теңгеделік, бұда 100 мың теңгеден жеке табыс салығы сомасы 10 мың теңгені құрайды. Осылай әр айға толтырылады. Сонымен бірге осы жылды толтырылған кезде жоғарғы жолдар автоматты түрде толтырылатын болады. Мына жол және осы жолдар автоматты түрде толтырылады. Барлық бөлімдерді толтырғаннан кейін жалғастыру түймесін басамыз. Декларацияны жібермес бұрын сіз декларацияны қайта тексеріп қарап алуыңыз қажет. Алдын ала қарау түймесін басыңыз. Біздің алдымызда біз толтырған декларация шығады. Декларацияны электрондық почтаға немесе әртүрлі мессенджерлер арқылы өзімізге жүктеп алуымыз мүмкін. Ол WhatsApp, Telegram және тағы да басқа мобильді қосымшалары. Сонымен SMS арқылы кіру тетігін басамыз. Декларация сәтті жіберілді. Біз хабарландыруды күтіп, осы хабарландыруды өзіміздің электрондық поштамызға немесе әртүрлі мессенджерларымызға жүктеп алсақ болады. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.